Мен балаға лекала сызатын боламыз. Кажекейдің лекаласын сызатын боламыз. Мен мені өлшемдерін алып қойдым. Бізге осындай нелер қажет, өлшемдер. Мойын айналымы, ОШ деген мойын айналымы, ОГ деген кеуде айналымы, ШП иығымыз, және де длина изделия бұйымның ұзындығы қажет. Мен барлығын өлшеп алдым, бұл 9 жасқа. Ал енді мен сіздерге осы кішкентай форматта көрсететін боламын. Так, мынау бізде жаңағы неміз болсын, лекаламыз болсын, мысалы, лекала сызатын қағазымыз болсын. Мына жақтан біз қазір мойын ойындысын табуымыз қажет. Ең бірінші бізге мойын айналымын табуымыз қажет. Ошы бізде 30, бізге керек формула 30, ошы бөлу 6. Сонда 30-ды 6-ға бөлсек, бізде 5 шығады. Мына жақтан 5 сантиметрді тауып аламыз. Төменге қарай осы 5 сантиметрге 1 сантиметр қосамыз. Сонда мына жақтан төменге қарай 6 сантиметр. Мына жақ 6 болады. Сосын мына екеуін былай доғал етіп қоса саламыз. Міне бізде мойын айналымы шықты. Енді бізге мына кеуде айналымын табуымыз қажет. Кеуде айналымы бізде 62. Бізге керек формула ОГ бөлу 4 плюс 2. Так, 62-ні 4-ке бөлеміз, оған 2-ні қосамыз. Сонда 17-де 5 шықты. 17-де 5 деген цифраны мына жақтан сызып шығамыз. Мына жақтан мына аралық 17-де 5 шығу керек бізде. Міне. Осылай дүзу сызып шығамыз. Енді бізге жаңағы бұйымның ұзындығы қанша қажет, соны осылай сызып аласыздар. Енді бізге иықты табуымыз қажет. Міне шипы бізде 10 сантиметрді мына жақтан тауып аламыз. Мына жерге келіп тұр примерно. Осы жерден төменге қарай 2 сантиметр түсеміз. Стандарт 2 сантиметр түсеміз. Осы аралықты былай қосамыз мысалы. Мына жерге келіп тұр. Енді бізге қолтықты шығаруымыз қажет. Қолтықтың формуласы, қолтық шығарудың міне ОГ бөлу 6 плюс 4. Так, ОГ бізде 62-ні бөлеміз 6-ға, қосамыз 4-ге. Сонда бізде 14-те 3 шығады. 14 деп жаза салайық. Мына жақтан, иықтан төменге қарай 14 сантиметр түсеміз. Міне 14 сантиметр түстік. Енді осыны белгілейміз, осылай сызамыз. Міне мына жақты былай. Бізде уже қолтық шықты. Қараңыздар. Енді осыны мына жер 4 бұрышты болмау керек, осылай доғал етіп сызасыздар. Міне біздің қолтығымыз шықты. Енді мына бізде алдыңғы бой мынау. Енді артқы бойды жасау үшін қараңыздар, мына төменге қарай мына жерден 2 сантиметр түсеміз мойыннан. Ал мына жақтан екеуінің ортасын табамыз да мына жерден. Ішке қарай 0,5 сантиметр осылай кіргіземіз. Міне. Мынау бізде артқы бой, мынау бергі жағы алдыңғы бой. Енді мына жақтан кішкене белді былай осылай қиғаш жасасаңыздар да болады. Тік емес, сонда осылай болып тұрады. Матаға қойған кезде міне мынау бізде сгиб болады. Мына жақ сгиб. Мына бізде бүктеме, бұл жаққа ешқандай тігіске бермейсіздер. Мына мойынға да тігіске бермейсіздер. Дәл осы қалпында сызасыздар. Мына жанынан 1-1,5 сантиметр бересіздер. Мына жанынан и мына аяқ жағынан етегінен 1,5 сантиметр берсеңіздер болады. Мына иыққа да 1,5 сантиметр бересіздер. 1-1,5 сантиметр бересіздер мына жаққа да. Ал мына мойынға, мына неге, қолтық ойындысына ешқандай тігіске қоспайсыздар. Тек осы иығына, жанына қосасыздар 1-1,5 сантиметр, және де мына етегіне қосасыздар.